Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабақ English Plus 5 сыныптың 30 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты соңына дейін қара. Ұнаса видеоға лайк бас, тіркелмесең подписация басып қолдап кет. Сабақтың тақырыбы shops, дүкендер. I can understand an article about a shopping center. Дүкен центрлері туралы айтылған мақалаларды түсінемін. Мақсатымыз осындай. Бірінші тапсырма. Match pictures with the shops in the box. 10 сурет берілген және 10 сөз берілген екен. Соларды бір-бірімен сәйкестендіреміз. Тапсырманы орындап отырып, жаңа сөздермен танысып аламыз. Бірінші суретте bookshop, кітап дүкені. Екінші суретте chemists, дәріхана. Үшінші суретте news agents, газет сатушылар. Төртінші суретте clothes shop, киім дүкені. Бесінші суретте games shop, ойын сататын дүкен. Алтыншы супермаркет. Жетінші sport shop, спорттық киім сататын дүкен. Pet shop, жануарлар сататын дүкен. 9-шы компьютер shop, компьютер дүкені. 10-шы shoe shop, аяқ киім дүкені. Екінші тапсырма. What shops are the objects in the box from? Төмендегі сөздер қай дүкенде бар? Think of more objects from each shop. Әр дүкенге әртүрлі заттарды жаз. Бірінші дүкен bookshop, кітап дүкені. A book, кітап сталде. A chemist, дәріхана. A tablet. News agents, газет сатушы. Newspaper, газет. Clothes shop, киім дүкені. A t-shirt, футболка. Games shop, ойын дүкені. A computer game, компьютер ойындары. Супермаркет, food, тамақ. Sport shop, спорт дүкені. A boxer's glove, боксердің қолбағы. Pet shop, жануарлар дүкені. A cat, мысық. Computer shop, компьютер дүкені. A monitor, Shoe shop, аяқ киім дүкені. A pair of shoes, парный аяқ киімдер. Үшінші тапсырма. Write about the shops in your town. Сенің қалаңдағы дүкендер туралы жаз. Мысалы, there is a good clothes shop in the shopping center. Мұнда сауда орталығында жақсы киімдер сататын дүкен бар. There is қолданған. There aren't any pet shops. Онда ешқандай үй жануарларын сататын дүкен жоқ. Зіра қолданған көпше түрге және any ешқандай қолданған. Енді бізде осылай 4-5 сөйлем жазып шығуымыз қажет. Мысалы, there is a good sport shop in the shopping center. Мұнда сауда орталығында жақсы спорт дүкені бар. There is қолдандық, There are some very expensive shoe shops. Онда қымбат аяқ киім сататын дүкендер бар. There are және some қолдандық. There are some famous restaurants. Онда танымал мейрамханалар бар. There aren't any good clothes shop. Онда ешқандай жақсы киім сататын дүкендер жоқ. Aren't қолдандық көпше түрге және any ешқандай. There aren't any big airports. Онда ешқандай үлкен аэропорттар жоқ. Төртінші тапсырма. Say the numbers. Сандарды айтып шық. Listen to Fiona and Sophia talking about the Dubai Mall. Фион мен Софияның Дубай Mall туралы айтқан әңгімесін тыңда.
order the numbers as you hear them. Сандарды естіген бойда ондарды белгілеп шық дейді. Цифрмен 1, 2, 3 деп реттемен белгілеп шығамыз. Алдымен тыңдалымды тыңдап аламыз. Track 1.33 Vocabulary and Listening Exercises 4 and 5 What's that, Lisa? It's an article about the Dubai Mall. It's an amazing place. Why? It's a very big shopping centre in Dubai. Listen to this. The Dubai Mall is the size of 50 football fields. 50 football fields? How many shops are there? There are 1,200 shops. Are there expensive clothes shops? Yes, a lot of the shops are expensive, like Gucci and Armani. What about cafes and restaurants? How many are there? There are 160 cafes and restaurants. There are different types of restaurants, from cheap hamburger places to very expensive restaurants. But it isn't just a shopping centre. There are other things there. Is there a cinema? There are 22 cinemas, and sports centres, and game centres. There's even an expensive hotel with 250 rooms. Wow! It really is a mega mall. I prefer the small shopping centre in our town. Yes, me too. Тыңдалымды тыңдап болғаннан кейін цифрларды ретімен жазып шығуымыз керек. Бірінші айтылды 1200, 1200, екінші 160, 160, және 22, 22, төртінші 250, 250 бөлмесі бар деп төртінші айтылды. Соны ретімен қойып шығасыңдар. Бесінші тапсырма. Listen again and answer the questions. Тыңдалымды қайтадан тыңдап шығып, сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. How many shops are there? Онда неше дүкендер бар? There are 1,200 shops. Онда 1200 дүкендер бар. Екінші сұрақ. Are there any expensive clothes shops? Онда қымбат дүкендер бар ма? Киім дүкендері. Yes, they are very expensive shops like Gucci and Armani. Онда өте қымбат дүкендер бар. Gucci және Armani секілді. Are there any cafes and restaurants? Онда қандай да бір кафелер және мейрамханалар бар ма? Yes, there are 160 cafes and restaurants. Онда 160 кафелер және мейрамханалар бар. Төртінші сұрақ. Is there a cinema? Онда кинотеатр бар ма? Yes, there are 22 cinemas. Онда 22 кинотеатр бар. How many rooms are there in the hotel? Онда отельде қанша бөлмелері бар? There are 250 rooms in the hotel. Алтыншы тапсырма. Find out people's favorite shops. Танымал адамдардың дүкендерін тауып жазып, сұрақтар қойып, сол сұрақтарға жауап береміз. Мысалы, what's your favorite games shop? Сенің ең сүйікті ойын дүкенің қандай? It's Action Games in Chester Street. Ол Action ойындары Честер көшесінде дейді. Енді бізде осылай сұрақтар жазуымыз қажет. Бірінші сұрақ. What's your favorite sport shop? Сенің сүйікті спорт дүкенің қандай?
My favorite sport shop is Adidas in the Mart Mall. Менің сүйікті спорт дүкенім Adidas Mart орталығындағы. What's your favorite supermarket? Сенің ең сүйікті супермаркетің қандай? My favorite supermarket is small. Менің сүйікті супермаркетім small. What's your favorite clothes shop? Сенің сүйікті киім дүкенің қандай? My favorite clothes shop is Waikiki. Менің сүйікті киім дүкенім Waikiki. Бүгінгі сабақта сіздермен бірге shops, дүкендер тақырыбында тапсырмалар орындадық. Зераға сұраулы түрде қолданып, оларға жауап бердік. Күрделі қиындатылған сандарды қайталадық. Сөйлемдер құрастырдық жаңа сөздермен. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ ұнаса видеоға лайк бас, және де каналыма подписаться басып қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.